Алматыдағы сайлау учаскелерінің жетеуі өз жұмысын таңға сағат 6-да бастаған болатын. Бұл көбіне уақытша режимдегі сайлау нысандары. Қазір қаладағы барлық учаске штаттық режимде жұмысын жалғастырып жатыр. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңынан қазір әріптесім Мадина Оқас тікелей байланысқа шығып, Алматыдағы ақпарды өз айтсын. Мадина, сөз өзіңде. Мадина. Қайрат, Алматыда 1.202.000 адам сайлау құқығына ие екен. Таңертеңгі белсенділік қалыпты деңгейде. Аумақтық сайлау комиссиясы берген ақпарға сәйкес, қазір қала аумағында 602 учаске жұмыс істеп тұр. Бұл сайлау нысандарындағы жағдай туралы толығырақ әлі де сағат 10-да білетін боламыз, өйткені тиісті орындарға алғашқы ақпарат сол уақытта келіп түседі екен. Учаскелерді бұлай қойғанда Алматы бойынша 8 аудандық бір қалалық комиссияның жұмыс істеп жатқанында айта кетуім керек. Сол қалалық комиссия өкілінен бірінші брифингте біз кандидаттарға қатысты толыққанды ақпар сұраған едік. Қазір эфирге берсек. На 16 число. 16 наурыздағы ақпар бойынша Алматыдағы тіркелген 103 кандидаттың 23-нен сайлауға түсу құқығы алынып тасталды. Олардың бір қатары өз еркімен, енді бірі талапқа сәйкес келмейтіндіктен саяси науқанға үміткер есебінде жіберілмеді. Басқа өзгеріс жоқ. Штаттық режимде жұмыс істеп тұрған учаскелер екі типке бөлінеді, яғни барлық сайлаушыларға арналған ашық учаскелер және азаматтардың уақытша мекен жайында ұйымдастырылған нысандар. Бұл дегеніміз аурухана, шипажай, әскери мекемелер және уақытша ұстау изоляторы болуы мүмкін. Осы аталған екінші типтегі сайлау орындарында дауыс беру бүгін ішкі тәртіпке байланысты ерте басталғанын да атап өту қажет. Одан бөлек Алматыдағы 70 сайлау учаскесі де дауыс беруді кез келген уақытта аяқтай алатын құқыққа ие. Осы тұста сайлаушыларға арналған бір ескертпені қоса кетейін, үміткерді таңдау барысында бюллетенде белгісі бар суретті әлеуметтік желіге жүктеген адам заңдық жауапкершілік арқалауы мүмкін. Өйткені бұл күні кез келген үгіт насихатқа тыйым салынады. Өңірлік коммуникациялар қызметінің алаңында өткен алғашқы брифингтегі ақпар осы. Қайрат, сөз кезегі өзіңде. Рахмет, Мадина. Келесі брифингтендерде көп мағлұмат күтеміз өзіңнен. Құрметті көрермен, тікелей байланысқа шыққан әріптесім Мадина Оқас болатын.